Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз арифметикалық және геометриялық орталардың қатынастарын қарайтын боламыз. Бізде каши теңсіздіктердің ең алғашқысы болып табылатын арифметикалық және геометриялық орталар әрдайым мынадай заңдылыққа бағынады. Арифметикалық орта үлкен немесе тең геометриялық ортаға. Бұны біз қалай байқасақ болады? Мысалы, біз кез келген екі санды алып көріп, дәл осының дұрыс немесе қате екендігін қарайық. Мысалы, 10 мен 6 деген сандарды алайық. 10 және 6 сандарын қосып, 2-ке бөлетін болсақ, бізде арифметикалық ортасы шығады, 8. Және дәл осының геометриялық ортасын қарайық. Ол 10 көбейтілген 6 түбір астында. Ол тең болады түбір астындағы 60-қа. Біз білеміз, 8-дің квадраты, ол бізде 64. Демек, түбір астында 8-ді алатын болса, ол бізде түбір асты 60-тан қарағанда үлкенірек болады. Демек, осылайша екі санның арифметикалық ортасы геометриялық ортасынан үлкен екенін біз есептеп көрсек болады. Енді мына тең болады таңбасына назар аударайық. Бізде арифметикалық орта қашан геометриялық ортаға тең болады? Бұл тек қана алынып жатқан сандардың барлығы өзара тең болса. Мысалы, 3 және 3 деген сандар тізбегін алайық. Осы сандар тізбегінің арифметикалық ортасы мен геометриялық ортасын салыстырайық. Арифметикалық ортасы тең болады 3 қосылған 3 бөлінген 3-ке. 9-ды 3-ке бөлем, қайттан 3 шығады. Геометриялық ортасы тең болады 3-ші дәрежелі түбір астындағы 3 көбейту 3-ке. Сол кезде бізде 3-ті 3-ке көбейтем 9, 9-ды 3-ке көбейтем 27. 3-ші дәрежелі түбір астындағы 27-тен бізде қайтадан 3 шығады. Демек, арифметикалық орта мен геометриялық орта тең болу үшін алынып жатқан сандарымыз бір-біріне тең болу керек екен. Енді арифметикалық орта мен геометриялық ортаны егер өткен сабақтарыңыз естеріңізде болатын болса, мына формуламен де дәлелдеп көрсетуге болады. А минус Б-ның квадраты. Ол бізде тең болатын еді А квадрат азайтылған 2АВ қосылған В квадрат еді. Және біз айтып едік қой, А минус В-ның квадраты үлкен немесе тең 0-ге деп, осы жерден А квадрат қосылған В квадрат үлкен немесе тең 2АВ деген теңсіздік шығатын еді. Енді осының А мен Б сандарының геометриялық және арифметикалық орталарын қарайық. А квадрат және В квадрат. А квадрат қосылған В квадрат бөлінген 2 үлкен немесе тең түбір астындағы А квадрат көбейтілген В квадрат. Квадратты ортақ жақшаға алып келіп, түбірмен қысқартсақ болады, сол кезде А квадрат қосылған В квадрат 2 келесі жаққа көбейту таңбасымен шығады, үлкен немесе тең 2АВ. Яғни арифметикалық ортасы геометриялық ортасынан үлкен немесе тең. Оны біз өткен сабақта қарапайым теңсіздікпен де дәлелдесек болады. Енді бұны есептерде біз қалай қолданатынына назар аударайық. Бірінші есебіміз, кез келген А, Б оң сандары үшін келесі теңсіздік орындалатынын дәлелдеңіз дейді. Бізде қай жағы үлкен? Бізде оң жағы үлкен. Демек, оң жағында бізде арифметикалық орта, сол жағында геометриялық орта тұр деген сөз. Біз енді бөлімдеріндегі және түбірдің дәрежелеріне назар аударайық. Бөлімде 4 тұр. Демек, бізде арифметикалық ортада 4 сан. Ал келесі жақта түбірде 4-ші дәрежелі түбір тұр. Демек, геометриялық ортада да бізде 4 сан. Ол қандай сандар? А қосылған Б, қосылған Б, қосылған Б бөлінген 4. Ол үлкен немесе тең 4-ші дәрежелі түбірдің астындағы А, Б-ның кубына. Яғни Б көбейту Б көбейту Б деген сөз. Б көбейту Б көбейту Б. Все. Бұл есеп бірден айтсақ болады, арифметикалық орта үлкен немесе тең геометриялық ортадан екендігі арқылы шығады деп. Дәлелдеуді арифметикалық ортаның геометриялық ортадан үлкен екендігі ешқашан олимпиадаларда дәлелдеуді қажет етпейді. Демек, бұны бірден дәл осы күйінде жазып кете беруге болады. Кеттік, келесі есепке назар аударайық. Келесі есеп бізде қай жағы үлкен екендігіне тағы қарап көрейік. Бізде үлкен болып тұрған теңсіздіктің сол жағы. Және де кіші болып тұрған жағы бізде оң жағы. Бізде қашан сол жағы үлкен болушы еді. Сол жағында арифметикалық орта тұратын болса, арифметикалық ортаны біз қолдана аламыз ба деген сұраққа да жауап берейік енді. Мына жерде бізде көбейту таңбасы тұр, Көбейту таңбасы тұрған кезде бізде арифметикалық орта болмайтын еді, Демек, біз бұл өрнекті
қосу күйінде жазу керекпіз. Қосу амалы арқылы жазу керекпіз. Кеттік, жазып көрейік. Жақшаларды ашам. А куб қосылған Б куб қосылған С куб. Міне, А-ны А-ға көбейттім, Б-ны Б-ға көбейттім, С-ны С-ға көбейттім. Енді қосылған А квадратты Б-ға көбейтем, А квадратты С-ға көбейтем. А квадрат Б қосылған А квадрат С. Б квадратты А квадрат А-ға көбейтем және С-ға көбейтем. Қосылған Б квадрат А қосылған Б квадрат С. Қосылам С квадратты А мен Б-ға көбейтем. С квадрат А қосылған С квадрат Б. Үлкен немесе тең 9 А, Б, С-ға. Давайте мен былай бөліп алайын. 3 дәрежені, мына үшеуін бөлек алайын. А квадрат, В квадрат А, және С квадрат, В квадрат А, В квадрат С-ны алуымыз керек еді. Бедек. Б квадрат С-ны алайық. Қазір есеп шығару барысында неліктен осылай алғанымыз туралы айтатын болам. Так, А квадрат С, В квадрат А, С квадрат В. Осы үшеуін осылайша үшеуін жіктеп алайық. Енді қарайық. А куб қосылған Б куб қосылған С куб бөлінген 3. Бұл осы 3 саны арифметикалық ортасы. Енді осы санның геометриялық орталарын қарайтын болсақ, ол 3-ші дәрежелі түбір арасындағы А куб көбейтілген Б куб көбейтілген С куб, мына жерден ол тең болады А, Б, С-ға. 3-ті келесі жаққа шығарам. Сол кезде А куб қосылған Б куб қосылған С куб үлкен немесе тең 3 еселенген А, Б, С-ға. Мына жерде 9-ы бар еді, 3-і кетті, 6-ы қалды. Давайте 6 деп жазып қояйық енді қасына. Енді мына бір сызықшалар тұрғандарға назар аударайық. Бізде 3 саннан геометриялық және арифметикалық орта қарап жатқандықтан бізге қандай жағдай керек? Бізге міндетті түрде дәрежесі 3 болғаны қажет. Мына жерде бір сызық тұрғандарды назар аударып қарайық. Мына жерде А-ның квадраты бар, ал мына жерде тағы да бір А бар. Екеуін көбейтетін болсам, менде қазір геометриялық орта тапқан кезде А-ның 3-ші дәрежесі шығады. Біз 3 санды алдым, үшеуінің де дәрежесі 3-ке келтірілді. Бірден түбірдің дәрежесімен қысқарып кетті. Біз осындай етіп таңдап аламыз. А квадрат Б қосылған Б квадрат С қосылған С квадрат А бөлінген 3-ті бірден келесі жаққа шығарып жіберейік. Ол үлкен емес тең 3 еселенген 3-ші дәрежелі түбір арасындағы А квадрат пен А-ны көбейтем. А куб болып кетеді ғой. Демек, А сразу 3-ші дәрежелі түбірден шығады. Б мен Б квадратты көбейтем, Б-ның кубы болады, ол 3-ші дәрежелі түбірден шығып кетеді. С мен С квадратты көбейтем, дәл солай А, Б, С шығады. Енді екі сызықша тұрғандарды да байқасаңыздар, бірден дәл солай жазуға болады. А квадрат С қосылған Б квадрат А қосылған С квадрат Б. Үлкен немесе тең 3 А, Б, С. Осы 3 теңсіздіктер жүйесін қосам. Сол кезде сол жағы үлкен, қосылған сол жағы үлкен, қосылған сол жағы үлкен. Бізде бастапқы теңсіздікті береді. Демек, бастапқы теңсіздіктің сол жағы үлкен екендігі бірден орындалады. Енді мынандай затты айта кетейік. Бұл жерде тең болады деген таңба не үшін тұрды? Жасыл цветті алайық. Жасыл цветпен әдемірек болады сияқты. Тең болады деген үлкен немесе тең деп тұр. Бұл жерде қашан теңдік орындалуы мүмкін еді? Теңдік тек қана бір жағдайда ғана орындалады. Ол А тең болады Б, тең болады С-ға. Немесе бізге 4 сан берілетін болса, 4-еуі өзара тең болатын болса, 2 сан берілсе, 2 сан өзара тең болса, тек қана сол жағдайда ғана теңдік орындалады. Келесі есепке жылжайық. Бізде кез келген А, Б, С, Д, Е теріс емес сандар үшін келесі теңсіздіктің орындалатынын дәлелдеңіз. Бізде қай жағы үлкен? Үлкен болып тұрған жағы сол жағы. Демек, мына жақта тұрған зат арифметикалық орта, ал мына жақта тұрған зат геометриялық орта, Г. Геометриялық орта. Енді біз бұны қалай шығарсақ болады? Біз бұны арифметикалық орта мен геометриялық ортаның бір-бірінен үлкен екендігін қалай дәлелдейтін едік? Оны дәлелдеу үшін біз бірінші тақырыпта өткен x квадрат теріс емес деген фактты қолданатын едік. Оны біз былай қолданамыз. X деген бізде А азайтылған Б күйінде болсын. Демек, А азайтылған Б-ның квадраты үлкен немесе тең 0-ден. Демек, А квадрат қосылған В квадрат үлкен немесе тең 2АВ деп жазуға болатын еді. Біз қазір
мына жерде мынау арифметикалық орта болады, а мынау геометриялық орта болады, иә? Геометриялық орта болады. Дәл осыны. Осыған қолданып көрейік. Бізде толық квадратқа келтіру үшін не жетпей тұр? Мына жақтағы жақшаны ашам, барлығын бір жаққа жинаймын. А квадрат азайтылған АБ қосылған Б квадрат. Қосылған С квадрат азайтылған АС. Қосылған Д квадрат азайтылған АД. Қосылған Е квадрат азайтылған АЕ. Үлкен немесе тең 0-ден. Енді толық квадрат болу үшін мына жерлерде неше толық квадратқа жетпей тұрған мүшеміз бар? Мына жерде бірінші көп мүше, екінші көп мүше, үшінші көп мүше, төртінші көп мүше. 4 көп мүше жетпей тұр, иә? Толық квадрат болу үшін 4 көп мүшеге чуть-чуттен жетпей тұр. Яғни коэффициенттер жетпей тұр. Бұл коэффициенттер нешеге тең болу керек? Бізде 4 көп мүшені толық квадратқа келтіру үшін біз оны демек 4-ке көбейту керекпіз, иә? 4-ке көбейтейін. 4 А квадрат азайтылған 4АБ қосылған 4Б квадрат. Мынау бізде толық квадрат, иә? Мынау бізде толық квадрат. Енді мен неге А квадраттың алдына 4 санын жазбадым? Өйткені мен мына жерге де А квадратты қосып жазуыма болады. А квадрат азайтылған 4АС қосылған С квадрат. 4С квадрат. Аның біреуі бар, екіншісі бар. Енді қазір Д мен де, Е мен де тағы да бір Адан қолдансам, менде 4 рет Аны қолданған болам. Яғни 4 еселенген А квадрат шығады, қайттан. Қосылған А квадрат азайтылған 4АД қосылған 4Д квадрат. Қосылған А квадрат азайтылған 4АЕ қосылған 4Е квадрат. Үлкен немесе тең 0-ге. Мына жерден бірден жазсақ болады. А азайтылған 2В-ның квадраты қосылған А азайтылған 2С-ның квадраты қосылған А азайтылған 2D-ның квадраты қосылған А азайтылған 2Е-ның квадраты. Үлкен немесе тең 0-ге. Өткен сабақта білетініміздей теріс емес сан, қосылған теріс емес сан, қосылған теріс емес сан, қосылған теріс емес сан, және тағы да бір теріс емес сан. Төртеуін қосатын болсақ, бізде теріс емес